Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Каналымнан маңызды, пайдалы, қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар және де жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бүгін сіздерге 2022 жылы ұлдар мен қыздарға қойылған ең танымал есімдерді сіздерге ұсынатын боламын. Бұл мәлімет ұлттық статистика бюросынан алынды. Және де әрбір есімнің мағынасын қоса айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ұлдарға арналған топ 10-ды айта кетейін. Бірінші, Әлихан. Араб тілінен енген Ғали мен Хан сөздерінің қосындысынан туған ат. Ғали Әлидің синонимі, яғни биік, аса зор, заңғар деген мағынаны береді. Алдияр. Алланың досы, тақсыр, ұлы, мәртебелі деген мағынаны білдіреді. Айсұлтан. Ай мен сұлтан сөздерінен жасалған есім, сәби айдай болсын, өз ортасында сұлтандай қадірлі болсын деген ниетпен қойылады. Сұлтан араб тілінен аударғанда билеуші, әкім деген мағынаны білдіреді. Әмір араб тілінен бастық, әкім, билеуші деген мағынаны білдіреді. Біріккен тұлғалы есімдер Әмірбай, Әмірбек, Әміржан, Әміртай, Әмірәлі. Омар өмір, өмір сүруші деген мағынаны білдіреді. Екінші халиф, яғни Омар ибн әл-Фаруқ, көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген сахабаның есімі. Келесі есім Әли. Араб тілінен аударғанда биік, аса зор, заңғар деген мағынаны білдіреді. Және де Әли есімді сахаба бар. Ол да жәннатпен сүйіншіленген. Әли есіміне ұқсастырылған тұлғалық есімдер бар. Олар Әли Асқар, Әли Акбар, Әли Ахмет. Келесі есім Алан. Жалпы Алан деп жолбарыстың күшігін айтады. Ал ел ішінде дүние есігін ашқан сәби, қайратты, жолбарыс жүректі болсын деп осы есімді қойып жатады. Нұр Ислам. Нұр мен ислам сөздерінен құралған. Араб тілінде нұр, жарық, сәуле, ал ислам дініміз болғандықтан Алланың нұры жаусын деген ниетпен қойған. Келесі есім Әрсен. Көне грек тілінен аударғанда батыл, ержүрек деген мағынаны білдіреді. Әли Нұр. Әли мен Нұр сөздерінен жасалған есім. Әли араб тілінен аса зор, заңғар деген мағынаны білдірсе, Нұр жарық, сәуле деген мағынаны білдіреді. Мінекей ұлдарға қойылған ең танымал 2022 жылғы есімдер осындай екен. Енді қыздарға арналған топ 10-дықпен таныстыра кетейін. Бірінші Айлин. Ай нұры деген мағынаны білдіреді. Айша араб тілінен Ғайша, ұзақ өмір сүруші, өмірге құштар деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар Айша мен қатар Ғайша, Қайша деген сөздік мағыналы есімдері бар. Асылым. Асыл, текті, бекзат. Түп түркіні осы сөзден шыққан болу керек. Тамирис. Бұл есім темірді үзу дегенді білдіреді. Басқа дерек көздерде Тамирис ежелгі ирандық Томрус есімінен алынған және үй ішінікі деген аударылады. Раяна. Араб тілінен толық, тегіс, түзу, дамыған, кемелденген, жетілген деген мағынаны білдіреді. Тағы бір мағынасы жұмаққа кіретін қақпа. Мәдина немесе Медина. Бұл мұсылмандардың қасиетті қаласы. Аяла. Мәпелеп өсіру, әлпештеу. Айзере. Иран тілінен аударғанда зер, алтын деген мағынаны білдіреді. Алтынай есімінің синонимі болып табылады. Амина. Араб тілінен аударғанда адал, сенімді, зиянсыз, сәтті, игілікті деген мағынаны білдіреді. Сафия. Ақылды, білімді, дана. Мінеке құрметті оқырмандар және де канал қонақтары, 2022 жылы ұлдар мен қыздарға қойылған топ танымал есімдер осындай екен. Сіздерге қандай есім ұнады? Осы есімдердің арасында сіздің балаларыңыздың есімдері бар ма? Комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетсеңіз болады. Және де бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер.
Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.